Бәріне сәлем. Былай жақында? Жамағыз. Бәріне сәлем, мен атым Бауыржан және бұл Окаплей арнасы, және бүгінгі видеода біз ақша жинаудың плюстары мен минустары туралы айтамыз. Ең бірінші плюстарынан бастайық. Қайда кетті? Ең бірінші ақша жинаудың плюсы ол қаржылық қауіпсіздік. Сіз өзіңіздің қаржылық жастығыңызды, яғни қаржылық қауіпсіздігіңізді қамтамасыз етесіз ақша жинай отырып. Бұл негізгі плюстардың бірі болып саналады. Екінші плюсы ол ертеңгі күнге деген сенімділік. Сіз болашағыңызға қорықпайсыз. Мысалы, сізді бүгін жұмыстан шығарып жүрген күннің өзінде сіз бірнеше ай бойы өзіңіз өмір сүре алатын қаржы жинайсыз. Сіз ақша жинай отырып, сіз өзіңіздің ең бірінші қауіпсіздігіңізді қамтамасыз етесіз. Үшінші, армандарды орындауға мүмкіндік береді. Сіз ақша жинай отырып, өзіңіздің армандарыңызды сатып алуға мүмкіндігіңіз көбейеді, және болашақ мақсаттарыңызды жүзеге асыруға сізге оңайырақ болады. Егер сіз ақша жинап, қазірден ақша жинап, соның қамын жейтін болсаңыздар, онда ол сізге әрине плюс болады. Төртінші, жақындарға қаржылай көмектесу мүмкіндігі. Егер сіздің жақындарыңызда белгілі бір проблемалар болатын болса, қаржылай проблемалар болатын болса, сіздің қолыңызда қаражат әрқашан болады, және сіз оларға көмектесуге әрқашан мүмкіндігіңіз болады, және сіз ешқашан қарызға ешкімнен ақша сұрамайсыз. Бұл негізгі плюстарының бірі ақша жинаудың. Енді ақша жинаудың минустары туралы айтайық. Бірінші минусы ол адамдар сізден көп ақша сұрай береді, және сіз оларға ақша негізінде бермеуге тырысуыңыз керек. Әйтпесе, егер сіз елдің бәріне ақша бере беретін болсаңыз, онда сіз де солардың қатарына қосылып ақшасын аласыз. Және екіншісі, адамдар ақша үшін қарым-қатынас жасауға тырысады. Бай адамдардың көп айтатыны сол, негізінде өздерінің әртүрлі әйелдер олармен тек қана ақша үшін ғана қарым-қатынас жасайтын сияқты өздерін солай сезінеді. Мүмкін олай болмауы да мүмкін, бірақ бай адамдар өздерін солай сезінеді. Мен тек қана ақша үшін ғана қарым-қатынас жасап жүр деп сезінетін болады. Ол негізінде бар. Егер ақша жинайтын болсаңыз, дайын болыңыздар. Үшінші, ақшаны қайта инвестиция жасау немесе нені сатып алуды білмей бастарыңызға ататын болады. Бұл негізгі приятный қиындықтардың біріне жатады. Себебі сіз ақшаңызды шынымен ақша жинағаннан өте көп жинаған соншақ сіз ақшаңызды қайда жарататыныңызды білмей сондай проблема пайда болады, және ондай проблемалар бар. Себебі көптеген әлемдегі миллиардер адамдар өздерінің сондай проблемалардың бар екенін айтады, және бұл өте жақсы проблема. Негізі ақша жоқ болғаннан гөрі ақша болған жақсы. Сондықтан мен барынша ақша жинайтын адамдарды қолдаймын, және жарайсыздар. Сіздердің дисциплиналарыңыз жақсы деген сөз. Егер сіз ақшаны жинай алатын болсаңыздар, өздеріңіздің табысыңыздың 10%, 20%, тіпті 50% жинайтын адамдар, олар дисциплинасы өте жоғары адамдар, және олар өздерінің болашақтарына инвестиция жасап жүрген адамдар. Сөйте шығып кешірім сұраймын. Лайк басып, арнаны тіркеңіздер. Сіздермен видеоларыма Окаплей. Бәріне бай-бай.